Саламатсыздар ма? Мен Абай облысы Аягөз қаласы номер 6 мектептің 10 А сынып оқушысы Бекербек Алимын. Менің бүгінгі жобамның тақырыбы жол қылмайтын Хаммер H24 машинасы. Хаммер H24 машинасы алғашында ақш-та General Motors компаниясынан шығарылған. Ол 1983 жылы әскери құрлықта шығарылған болатын. Әскери құрлықта шығарылғанның пайдасы ол адамдарды жеңіл тасиды және қару-жарақтарды жақсы тасиды. ақш-тың әскери командасы бұл машинаны Хамби деп те аталып кеткен. 1992 жылы General Motors компаниясы Хаммер машинасын азаматтық түрінде шығарған. Мысалы міне, және Хаммер H машинасына сипаттама беретін болсам, оның ені 1,198 метр, биіктігі 1,187 метр, ұзындығы 4,180 метр, салмағы 2,2 тонна, ұзындығы жылдамдығы 150 км/сағатына дейін жетеді. Бұл Хаммер машинасы макетіне қолданған менің құрал жабдықтарым ол пеноплекс, қайшы, желім, түрлі түсті бояулар және тағы басқасын қолданған болатынмын. Және Хаммер машинасына менің қолданған құралдарының бірі аккумулятор, күн энергиясынан көз алатын аппарат, генератор және тағы басқаларын қолдандым. Хаммер машинасына менің енгізген жаңалықтарының бірі ол күн энергиясымен және жел энергиясымен жүре алады. Мысалы, мына жерге күн энергиясы, мынаны күн энергиясы деп алсақ, күн энергиясынан тоқ алып, оны генераторға жібереді. Генератор өз кезегінде бұны аккумуляторға жібереді. Аккумулятордың істеп тұрғаны міне, осылай көрсете аламыз. Жарық шамының жағылып тұруына. Және осы энергия арқылы бұл 300 км/сағатына дейін жетеді. Және түнде не істесек болады деді. Түнде мынау қалқаншалар бұл жел энергиясымен, желмен айналып тұрып қалқаншалар генераторға күш береді. Ал қорыта келетін болсақ, Хаммер машинасының көлемі өте үлкен және жанармайды өте көп жейді. Менің осы құрылғымның арқасында бұл энергияны аз талап етеді және экологияға өзінің зиянын тигізбейді. Егер де болашақта General Motors компаниясы осы идеямды қолдаса, бұл машина болашақта өте көп танымалдыққа жетеді деп ойлаймын. Және бұның бағасы өте көп десек болады. Егер де ол болашақта бәрі жақсы болса және қолжетімді баға болса, ол елімізге деген бір пайда болады. Қорыта келе осы машинаның арқасында адамдар өздердің қалаған жеріне барып және энергияны жанармайды өте үнемдей алады. Назарларыңызға рахмет.